Қарқаралы тарихы тереңнен тамыр тартқан сарқылмас сырға толы мекен. Тіпті кейбір шежіре дастандарда Қарқаралы мөлдір махаббаттың өлкесі деп әспеттелсе, енді бір аңыздарда жоңғарларға мекен болған. Олардың тасқамал бекінісі болған жер деп айтылады. Шындығында бертінгі тарихтың шежіресінде Қарқаралы жерін жоңғарлар мекендеген. Оған дәлел кент таулары, бойында орналасқан Қызылкеніш сарайы. Одан бөлек бұл жерде мекендеген халықтың ғибадатханасы болған, және үлкен топырақтың астында Будда храмын тауып алады. Сөйтсе, қыз әулиенің қорымы деп жүргендері топыраққа көміліп қалған Будда храмы болып шығады. Еділ бойындағы қалмақ қонтайшысының қызы шығыстағы жоңғар ханына ұзатылыпты-мыс. Сол жылы қыс ерте түсіп, Жолшыбай кент тауына тура келеді. Арқаның Алтай қысында хан қызы қазақ батырымен танысып, көңіл қосады. Бұл аңыздардың астарында шындық жатқаны анық. Қарқаралы жерінде бірнеше жыл мекен еткен қалмақтардың өз құдайларына арнап ғибадатхана тұрғызуы ақылға қонымды. Өйткені бұл жерде қалмақтардың өткен тарихының бір белгісі. Қолтаңбасы іспеттес Қызылкеніш сарайы мен мұндалап тұр.